Сәлем достар, біз бүгін белокқа бай шоколадты мусс жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге 3 дана қайнатылған жұмыртқа, сүт, шекер, какао ұнтағы қажет болады. Және бізге осындай ұзынша ыдыс қажет. Осы ыдысымызға 3 дана қайнатылған жұмыртқамызды саламыз. Алдымен 3 ас қасық шекер қантымызды саламыз. 3 ас қасық какао ұнтағын саламыз. Және ең соңынан 150 мл сүтімізді құямыз. Енді осының барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп араластырамыз. Мен бұл жерде неге белокқа бай деп айттым? Өйткені қайнатылған жұмыртқа мен сүт өнімі бұл белокқа бай тағамдардың қатарына жатады. Какаода адам ағзасына пайдасы бар. Какаоны тек мөлшерден көп, яғни күнделікті күніне 1 стаканнан артық ішпесеңіз болды. Міне осылай езіп араластырып алдық. Енді бөлек ыдыстарға құйып аламыз. Міне осылай құйып алып, тоңазытқышта 4 сағат ұстайсыздар, одан соң бетін әсемдеп жей берсеңіздер болады. Балдарыңызға жасап беріп қуантып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.